Жарқыраған қарбыз 16 бөлім. Анасы ұлына мен сендерді бағу үшін барлығын жасадым, ал сен болсаң директордың бір көңілін аудару үшін бір жақсы тірлікте жасаған жоқсың, әрқашанда бірдеңе бүлдіріп жүресің деп ұрсады. Соған жынданып шығып кеткен ұлы, мен бүгін сенің шаруаңды тындырамын, барлығы осы сенің кесіріңнен деп айдап басып, жаңағы Ингелді соғып кетпекші болады. Оны көрген Личан оны құтқарып қалады. Ал машинамен соғып кеткен жігіт кетіп қалып, Личан жерде құлап түседі. Оны көріп Ингел жүгіріп барып, әке кешірші мені деп, әке естіп тұрсың ба деп жылап, көлік соғып кетіп бара жатқанда оны сүйген көріп қалады. Дағының номердің бәрін есіне сақтап қалып, оны полиция қызметкерлеріне айтып береді. Содан жедел жәрдем келіп Личанды алып кеткенін көрсетеді. Ингел де оның қасында болады. Сонан соң ішінен айтады: кешірші мені, Личан, мен бүгін сенің қасыңнан айрылма, жаныңда болуым керек едім, кешір мені дейді. Бұл сәтте әжесі өзі үйінде қалып, үй жинап жатқанда жаңағы туыс балалары жүгіріп шығып кетеді. О, әжесі неге бұл қайда асығып бара жатыр деп түсінбей қалып қояды. Себебі әжесіне ешкім ештеңе айтпаған еді. Сосын операцияға қол қою үшін туысының қол керек деген кезде Ингел қоймақшы болады, бірақ жаңағы туыс ағасы келіп, мен туысымын деп, сол келісім беріп, содан соң операция жақсы болып өтеді. Операция сәтінде наркозда жатқан Личанға оның оқуға түскені, барлығы жаңағы концерт ұйымдастырып, өмірінің жақсы болып өткенін көз алдына елестейді. Авария болған жерге жаңағы дүкен сатушысының басшысы келіп қалады. Ол не болды екен деп қарайды. Сол жерде сүйгеннің полиция қызметкерлеріне анықтама, яғни болған оқиғада қандай көліктің номерін көрген айтып беріп жатқанын көреді. Сөйтсе жердегі кассетаны көріп қалып, оны өзімен бірге алып кетеді. Содан дүкенге келіп, сүйген екеуі бірге сөйлескен сәтін көрсетеді. Сол сәтте сүйген айтады: өтінемін, қолыңыздағы кассетаны жағып жіберіңізші, бәрі соның кесірінен болды дейді. Сонда жаңа дүкен сатушысы айтады: өкінішті, өткенде мен саған ештеңе айтпағаным, сен негізінде бұл жерге мені көру үшін келіп едің деп сұрайды. Содан оны есіне алады анасының айтқан сөздерін. Ол сұраған еді: сіз егер өз әкеңізбен кездескеніңізде не сұрайын деп едіңіз дейді. Мені не үшін тастап кеттің деп сол жайында сұрайтын шығармын дейді. Сосын не деп айтты ол сізге десе, ештеңе айтпады, мен де ештеңе сұрамадым, себебі екеуміз де шындықтан қашқан едік дейді. Сосын қыз жаңа дүкен сатушысынан сұрайды: неге сіз мені тастап кеттіңіз? Өткен жолы кездесіп сөйлескен кезінде актриса, яғни екеуіңіз бір-біріңізді жақсы көріп қосылғандығыңызды айтқан едіңіз, бірақ мені неге тастап кеттіңіз дейді. Ол әйел кісі қайтыс болғаннан кейін мені басқа біреулер бағып алғанын білдіңіз де, бірақ мені келіп алып кетпедіңіз, неге мені тастап кеттіңіз деп сұрайды. Маған мен сені ешқашан тастамағанмын, жанында болдым деп айтасың, бірақ мен осыған сенгім келеді, бірақ оны көрген жоқ, мен әрқашанда жалғыз болдым ғой дейді. Сол кезде әкесі айтады: бірақ сен ол жерде бақытты болған жоқсың ба дейді. Жоқ, мен бақытты болған жоқпын. Мен ол жерде басқа біреудің өмірін сүрдім. Сол қыздары қайтыс болған кісілердің қыздары орнын бастым, бірақ өз өмірім болған жоқ дейді. Сосын айтады: келесіде тағы да осылай мен сенен сұрайтын болсам, сен міндетті түрде жауап бер. Сен біздің анаң екеуің махаббатымыздан жаралған қызсың. Мен сені ешқашанда тастамаймын, әрқашанда жақсы көргемін деп айтушы бол, жарай ма деп айтады. Сол кезде дүкен сатушы жылап қалып қояды, ал сүйген болса кетіп барады. Сол сәтте телефонның дыбысы естіледі. Себебі аспанға қарағанда аспанда 2 ай пайда болған еді. Осы сәтте Ингелге де солай қоңырау соғылып, ол телефонмен сөйлескен сәтін көрсетеді. Ауруханада жүрген Ингел жынданып, телефонын тұтқасын алып, сен кімсің деп айқайлайды. Сол кезде ар жағындағы кісі: осы жақын арада соңғы рет 2 ай пайда болып, есік ашылады. Сол уақытта кері қайтып үлгермесеңдер, сол жақта мәңгі қалып кетесіңдер дейді. Сен кімсің, мені осындай жағдайда оралады деп тұрсың ба деп жынданады Ингел. Сол кезде жаңағы кісі айтады: мен саған ескертіп тұрмын ғой, бұл соңғы мүмкіндік. Егер сен сол жерде қалатын болсаң, 2023 жыл кездегі өмірің жоқ болады дейді. Сен ол жерде де мәңгіге қалмайсың, себебі сен ол жылдың адамы емессің. Кез келген уақытта жоқ болып кетуі мүмкін. Егер де сен осыны қаласаң, қала ғой дейді. Неге бұлай менімен жасап жатырсың, мен сізге не жасап қойдым деп Ингел сөйлейді сол кезде. Қандай күнәм бар еді, не жазығым бар деп айқайлап жатқанда жаңа кісі айтады: қандай шешім қабылдасаң да, ол саған жақсылыққа болады деп үміттенемін дейді. Солай тұтқаны қойып қояды. Ал Ингел болса жынданып: тұтқаны қоймаңыз деп айқайлап қалып қояды. Содан операцияның жақсы өткенін естіп, өзін кішкене басады, әрі жылап алады. Содан Ингел Личанның қасына келіп, ұйықтап жатқан Личанға айтады: әке, мені кешірші, егер де мені осында келмегенде бұл оқиғаның бәрі болмас еді дейді. Сосын айтады: мен саған кезінде айтпаған себебім сен құлағың естіпеді емес, немесе мен сені жақсы көрмейді емес. Сен білесің ғой мен сені қаншалықты жақсы көретінімді. Өтінемін, көзіңді ашшы деп жылап қалады.
Солай ол сол жерде ұйықтап қалып таң атады. Таң атқанда Личан алдымен бірінші оянып алады. Сосын Ингель де оянып кетіп Личан деген кезінде Личан үндемей отырып қалады. Мен естіп тұрған жоқпын, мен ештеңе естіп тұрған жоқпын. Мен өз даусымды да естіп тұрған жоқпын дейді. Содан тамақтанып отқан сәтте әжесі жүгіріп келеді. Немересін көріп, сен мені танып тұрсың ба, кіммін мен, айтшы дейді. Сол кезде Личан айтады, әже, бұл сен ғой, мен сені танып тұрмын ғой, бәрі жақсы, уайымдама дейді. Сол кезде әжесі, сен мені естіп тұрсың ба дейді. Личан болса, кешірші әже, мен сен бұлай болатынын білген жоқпын. Барынша жүрегіммен енді жақсы адам болуға тырысамын, сен қалаған барлығын жасаймын, кешір деп екеуі сол кезде қатты жылап құшақтасып қалады. Оларды көріп шыдай алмай кеткен Ингель сыртқа шығып кетіп жылайды. Сол сәтте жынданып, мен сол басып кеткен адамды табамын деп кетіп бара жатқанда, қыз алдынан шығып қалып, қайда кетіп бара жатсың, не болды дейді. Мен соғып кеткен адамды тауып соны өлтіремін дейді. Ол уже полицей бөлімінде оны бірақ Личан мен оның әжесі білмегені жөн деп ойлаймын дейді. Неге деп бала түсінбей сұрайды. Сол кезде айтады, ол Чонаның өгей ағасы дейді. Содан Чона мен оның әкесінің тамақтанып отырған сәтін көрсетеді. Әкесі қызына қағаз береді. Қағазда менімен бірге жұмыс барысымен шетелге командировкаға барып келесің бе? Ол жерде саған ұнайтын жаңағы музей нелерге кіріп көретін еді дейді. Сосын ары қарай әкесі өзінің қимыл әрекетімен ишара тілімен сөйлей бастайды. Сөйтіп ұмытып қалып, қате айттым ба, дұрыс айттым ба деп қалады. Себебі оны түсінбей Чона әкесінің түріне қарап қалған еді. Сосын әкесі кітапты ашып қарап жатқанда, қыз оған күліп жібереді. Сол кезде әкесі Ингельдің айтқан сөзін есіне алады. Ол өте әдемі күледі, жымияды деген. Қуанып күліп, иә деп келіседі. Оның күлгенін көріп, әкесі де мәз болып қалады. Сол сәтте көмекшісі келіп, болған сәт, яғни авария жайында айтып береді. Содан полицей бөлімінде отырған өгей ағасын көрсетеді. Ол полицейге, мен бұны әдейі істеген жоқпын, ол өзі жолға шықты деп өтірік айтады. Сосын полицей айтады, бірақ басқа адамдар басқалай айтып тұрып көрген куәгерлер бар дейді. Сол кезде Ингель мен сүйгенді жүгіріп келеді. Ингель дереу жағасынан алып, сен әдейі істедің, сен мені көрдің да, маған газ басып мені басып кетпекші болдың, бірақ Личан мені құтқарды деп айтқанда, жаңағы өгей ағасы, сенің дәлелің бар ма, сен не оттап тұрсың дейді. Сол кезде одан сайын жынданған Ингель, мен сені өзім-ақ өлтіремін дейді. Сол сәтте басқа полицей қызметкерлері мен сүйген бәрі арашаға алады оларды. Содан өгей ағасы, мен ештеңе айтпаймын, мен өз адвокатымды күтемін дейді. Содан қыз айтады, бүгін түнде 2 ай шығады, бізге кері қайту керек дейді. Қазір емес деп айтады жігіт. Сол кезде қыз айтады, қалай сонда, қазір болмаса енді қашан сен қайтадан сосын кері қайтып бәрін өзгертем дейсің ба, солай сосын екі ортада жүрмекшісің ба, ештеңе өзгерте алмайтын, уже бәрі болатын зат болып қойды ғой дейді. Есіңді жи, бізге кері оралу керек дейді. Сол кезде жігіт айтады, қалай мен ол жаққа оралам, әкемнің өмірі менің кесірімнен бөлінді, мен ол жаққа орала алмаймын дейді. Бұл жерде сенің кінәң жоқ, бірақ сен бірдеңені өзгерттің, болашақта қандай да бір өзгеріс жасадың, мен оны сенімен айта аламын дейді қыз. Сен ең болмағанда мені өлімнен құтқардың дейді. Ал бұл сәтте Чона болса факс арқылы Личанға хат жазып жіберіп жатқан еді, яғни ол шетелге кететіндігін айтып жазған еді әкесімен бірге. Ал Личан болса ауруханада өзінің құлағы естпейтіндігіне жынданып жылап отырған еді. Содан Чонаның әкесінің көмекшісімен сөйлесіп жатқанын көрсетеді. Ол көмекшісіне айтады, шетелден Чона оқитын университет табыңдар дейді. Неліктен деп сұраса, енді ол бұл жерге қайта оралмайды, мәңгілік сол жақта қалады дейді. Ал Личанға көмектесіңдер, әжесіне жаңағы аурухананың жаңағы құжаттарын дұрыстап, ақшасын төлеп көмектесіңдер соған. Ал өгей ұлыма ешқандай көмек жасамаңдар, олар жалынып сұрап келсе де ешқандай көмек көрсетпеңдер дейді. Ал директор ханым мен оның қызының екеуін полицейлер келіп ұстап алады. Оларға шетелге шығуға тыйым салады, себебі олар налог төлемей жемқорлық жасағандығы үшін оны полицейлер ұстап алады. Содан Ингель мен Сүйгенді көрсетеді, сен кері қайтуың керексің, бұлай болмайды деп қыз айтып жатқанда, жігіт айтады, мен кері қайта алмаймын деп айттым ғой саған дейді. Сонда қыз айтады, сен өзің 23 жылдағы ағаңды, үйдегілерді сағынбадың ба, қайта оралған келмей ма дейді. Сол кезде Ингель, осының бәріне мен кінәлімін, мен ешқайда қайта алмаймын деп айтқанда, қыз айтады, енді түсініп отырмын сенің ағаң не жайында айтқан екенін дейді. Ол өзі жазған романды, яғни әкесімен болған уақиғаны саған көрсетпей айтпаған себебі, сенің иығыңда әрқашанда ауыр жүк жүргендей болып сезінгенін ол көрді, сезді, сол үшін де саған айтпаған еді. Сол үшін де Беріл, бұл сенің өмірің емес, бұл жыл, бұл сүріп жатқан барлығы бұл сенікі емес, сен 2023 жылға тиістісің. Сен дәл қазір өзіңді мәжбүрлеп отырсың, осының бәріне өзіңді кінәлі санап отырсың, ауыр жүкті арқалап отырсың, бірақ бұның барлығы сенің қолыңда емес дейді. Сен соны түсін, сен бұлай қайғылы болып жүргенде ешкім бақытты бола алмайды. Сен одан да Личанға өзінің 95 жылдағы өмірін өзі сүріп, өзіне өзі қамқор болатындай етіп қалдыр,
ол сенің қолыңда емес екенін түсін дейді. Сен Личанға сену керексің, оны қалдыр, 2023 жылға орал, ол жақта да сені күтіп отқан Личан да бар, Чона да бар, және де сенің ағаң бар дейді. Оны естіген жігіт көз жасын сүртіп ойланып қалады. Сол кезде қыз айтады, ол жақта мен де бармын дейді. Мен де сені сол жақта күтетін боламын, бүгін менің үйім қасына келіп 9-да бірге кездесеміз, соны ұмытпа дейді. Осылайша қыз үйіне келіп барлық заттарын жинап реттеп кетейін деп жатқан сәтте қандай да бір дыбысты естіп барып қарайды. Сөйтсе ол бөлмеде өзінің шынайы анасы, яғни сүйген барлық заттарды қиратып жатқан еді. Оның есікті ашып қалғандықтан екеуі бір-бірін көріп таңқалып қалады. Сосын анасы ойлайды, мен есімнен адастым, мен алжыдым, бұл мүмкін емес, не болып кетті деп түсінбейді. Содан Ингельді көрсетеді. Жаңа дүкен сатушысына келіп, біраз уақыттан бері көріспедік, ата деп оған айтады. Сол кезде ол түсінбей қарап қалады. Содан оның өз анасына, яғни сүйегіне айтады, сен де бірдеңе жасай алады екенсің ғой, бәрекелді, әйтеуір қиратып бір мінезіңді көрсетейін дедің бе, дұрыс жасайсың, өзің өгей әке шешеңе айт, сен олардың туған қыз емес екенін, сен сүйген екеніңді, яғни сенің өмірің басқа екендігін айт, қорықпа дейді. Сосын міндетті түрде өзінің биологиялық, яғни өз туған әкеңе барып сұра, сен сұрайтын сұрақтарыңды ол күтіп жүр, және де сен өзің қалаған жауапты еститін боласың дейді. Сосын ұмытпа, сен мысалға басқа біреудің өмірін сүре алмайсың ғой, сүргің келмейді, мен де сен сияқты біреудің өмірін сүргім келмейді, мама дейді. Сондықтан да сен өз өміріңді сүруің керексің, сен қалай барсың солай өмір сүр, сен осындай әдемісің, қолыңнан барлығы келеді, қайраттысың, жігерлісің дейді. Енді кете беруіңе болады, уайымдама, мен осы жердің бәрін өзім жинап қоямын дейді. Сен де кезінде менің бөлмемді жинағансың ғой деп күлімдеп қараған кезде сүйген түсінбей, алжыдым, мен шынымен де алжыдым деп түсінбей жүгіріп қашып кетеді бөлмеден. Содан Ингельді көрсетеді, ол жаңа кісімен сөйлесіп отырған еді, айтады, қандай да бір шешім қабылдай алмасаң, жаңағы тиынды лақтыр, сол уақытта бір шешімді қабылдайтын боласың деп маған бір адам айтқан еді деп айтқан кезінде жаңа кісі айтады, сен одан да сол монетаның орнына мына кассетаны ал, бұны сүйген маған жағып жібер деген еді, бірақ менің оған дәтім бармайды, одан да сен осыны тыңда дейді. Сонда Ингель айтады, мен сізге бұрын айтып едім, менің ата-анам естіпейді, және де бір жас үлкен ағам бар, ол да естіпейді. Адамдар сондай отбасыда туылған естетін баланы кода деп атайды. Кезінде бір адам маған сол коданы музыкальный кезінде жазғанда әдемі аяқтау үшін осы коданы қояды деп түсіндірген еді. Сол үшін мен сізге келіп тұрмын дейді. Менің ойымша әдемі аяқтаудың уақыты келді дейді. Сен бір жаққа кетейін деп жатсың ба деп сұрайды. Сосын жігіт орнынан тұрып айтады, барлығы үшін рахмет. Иә, мен шынымен де кетейін деп жатырмын шетелге, мәңгілікке, сол үшін де сізбен қоштасу үшін келдім дейді. Не болды саған деп айтады. Сол кезде жігіт айтады, сіз өз денсаулығыңызды күтіңіз, әсіресе жүрегіңізді байқаңыз. Біраз жылдар өткеннен кейін сіздің дүкеніңіздің қасына қандай да бір бала жылап келсе, оған шоколад емес, сүт беріңіз, ол сүтті жақсы көреді дейді. Оны естіген дүкен сатушысы түсінбей қарап қалады, ал Ингель болса шығып кетеді. Содан саябаққа барып жаңағы кассетаны тыңдап көреді. Кассетаны тыңдап отырып өткен Личанмен өткізген осы 95 жылдағы барлық оқиғаны есіне алады, және де соңында Личанның айтқанын естіді, яғни ол айтатын еді, сен маған менің әкемдей болдың, бәрі үшін рахмет, енді келесі өмірде мен сенің әкең болуға уәде беремін деген сөзін естіді, және де әжесінің Личанды айқайлап тамаққа шақырып жатқан тоже кассетаға жазылып қалған еді. Оның бәрін естігені Ингель сол жерде жылап отырып қалады. Содан ол Личанға келеді. Личан оны айнадан көріп, не істеп жүрсің, неге көңіл күйің жоқ, менімен қоштасу үшін келіп тұрсың ба, түрің біртүрлі болып тұр ғой дейді. Мен естіпесем де сөйлеп тұрмын, не ойлап тұрғанын дұрыс айтып тұрған шығармын, қайда барайын деп жатырсың, шетелге ма, оқуға ма дейді. Әлде болашаққа ма, сен маған болашақтан келдім деп едің ғой дейді. Сонда Ингель кешір дейді. Личан сұрайды, маған қызық, болашақта менімен не болады екен дейді. Мен жоғары оқу орнына түсемін бе, және де біздің топ әрі қарай жалғастыра ма өзінің ән айтуын дейді. Мен әжем алдындағы парызымды өте аламын ба, жақсы өмір сүре аламын ба деп айтып жылайды. Сонда Ингель айтады, иә, сенің қолыңнан келеді, сен жарқырап, ешкімнің қолынан келмейтін затты сен жасайтын боласың дейді. Мен саған айтқан едім ғой, сені әйелің жақсы көреді, ал балаларың болса сені сыйлайды дейді. Содан айтады, мен саған сенемін, сен өте жақсы әке боласың, енді ұмытпа, сен менің әкем болуға тырыс, жақсы адам болуға тырыс дейді. Содан Личан Ингельді қасына шақырып, оны құшақтап оған айтады, мен өмірім қиын болса да, мен сынбаймын, мен бәрін үшін күресемін дейді. Сол үшін де мені уайымдамай, сен кететін жеріңе кете бер. Тек барлық қайғыны ұмытып, жеңілдеп, жүзіңде күлкі болған сәтте ғана маған орал дейді. Солай екеуі құшақтасып жылап қалады. Содан сүйген үйіне келсе, ол записка тастап кеткен еді. Яғни, мен сенен бұрын кете беремін, себебі менің жолым алыс, ал сен кешікпей кел, мен сол екеуміз сол жақта кездесеміз дейді. Осылайша қыздың мотоциклде жалғыз өзі түнде кетіп бара жатқанын көрсетеді. Сол сәтте жол бойында қыздың мотоциклі бұзылып, жолда қалып қояды.
Ал Ингүл болса кері қайту үшін жаңағы кітапханаға келеді. Сол сәтте барлық жерде светтері өшіп, жаңағы жер гитара дүкеніне айналып кетеді. Содан жаңағы дүкенге кіреді. Сол жерде кісі айтады: сен біраз өзгеріпсің ғой, менің ойымша сен басқалардың емес, өз өміріңді өзгертетін сияқтысың дейді. Әзірге мына шайды ішіп ал, мен қазір сенің гитараңды тауып келемін дейді. Сосын ол айтады: өмірде бәрі біз қалағанымыздай бола бермейді, бірақ өмір бізге әрқашанда мүмкіндіктер береді, біз соны көре білуіміз керекпіз дейді. Сол мүмкіндіктерді көрсең, өмірдің өзі сені қолдайды дейді. Солай Viva la vida деп оған гитараны ұсынады. Ингүл гитарасын қолына алып: сіз кімсіз өзі дейді. Мені Құдайдың әзілі ретінде қабылдасаң болады, бірақ ең бастысы ұмытпа, өмірің өз қолыңда дейді. Сонда Ингүл айтады: сіз не айтқаныңызды түсінбедім, бірақ шай үшін рахмет дейді. Өмірдің жасаған мүмкіндіктерін көре біл, ең бастысы деп айтқан сөзін қайтадан шығып бара жатып Ингүл есіне алады, тағы бұрылып қарайды. Себебі ол сөздерді бұған дос атасы айтқан еді. Дұрыс жауапты тапқың келсе, жаңағы тиынды қолдан дейді. Сені көргеніме қуаныштымын дейді. Сол сәтте есік жабылады. Содан Ингүл түс көргенде көзін ашып, орнынан тұрып қараса, ол зәулім үйде ұйықтап жатқан еді. Ол түсінбей қалады, бұл түсім ба, өң ба, әлде түс көріп ояндым ба деп түсінбей қалады. Себебі ол жерде жаңа гитара мен өзінің ескі гитарасы және де костюм шалбар, яғни оның жағдайына жасалған барлық заттар бөлмеде тұрған еді. Сосын Ингүл айтады: ол маған қандай шай берді, мен қайдамын өзі дейді. Сол кезде ар жағынан яғни искусственный интеллект сөйлейді: кешіріңіз, мен бұны білмеймін деп. Сосын түсінбейді, бұл дауыс қайдан шықты деп. Сосын сұрайды: қазір қай уақыт, нешінші жыл дейді. Сол кезде жаңағы айтады Алиса, біздің қазіргі замандағы сияқты: қазір 2023 жыл дейді. Демек мен 2023 жылға оралыппын ғой, бірақ мен неге Чонаның үйінде жүрмін дейді. Осылайша жүгіріп бөлмесінен шыға бергенде сол жерде ілініп тұрған суретті көреді. Яғни ол жерде қазір өзінің атасы, анасы, әкесі, ағасы өзі тұрған еді. Суретке қарап қыздың айтқан сөздерін есіне алады. Ол айтқан еді: сен бәрібір де бірдеңе өзгерттің, себебі сені 2023 жылы ата-анаң, ағаң бәрі күтеді және мен де деп айтқан еді. Содан ол қызды есіне алып қоңырау шалмақшы болады, бірақ ол номер өшік деп айтады. Осылай қыздың бұрынғы үйіне жүгіріп келеді. Сөйтсе ол жерде басқа кісі ашады: сіз мекен-жаймен қателестіңіз, ондай адам бұл жерде тұрмайды дейді. Содан жігіт түсінеді, қазір 2023-те барлық нәрсе, көп нәрсе өзгергендігін. Сол уақытта қоңырау шалып: қайдасың, не істеп жатырсың, мен қазір барамын деп қоңырау шалады. Алло дей бергенде телефонның тұтқасын қойып қояды. Сол сәтте қасына екі қыз келіп: ой, сен ана топтың жігіті емессің бе, керемет, бізге қолтаңба берші деп жабысып қоймайды. Оларды көрген басқа қыздар да жүгіріп келеді. Одан қашып Ингүл бара жатқанда қасына бір машина келіп тоқтап, оны отырғызып алады. Ол машинада өзінің бұрынғы 2023 жылғы топтағы балалар күтіп алады. Яғни олар киініп отырған еді. Сен не істеп жүрсің, әлі дайын емессің ба дейді. Сендер керемет киініп алыпсыңдар ғой, қайда бара жатсың дейді. Сен немене бізбен әзілдесіп отырсың ба, әлде ауырып қалдың ба, неге бұлай айтып тұрсың деп ол жердегілер түсінбейді. Содан көлікпен олар үлкен концерт болатын жерге жетіп барады. Содан жігіт түсінеді, олардың тобы әйгілі болып кеткендігін, атақты болып, бүгін концерт беретіндігін біледі. Сосын ағасы келеді: сен неге әлі киіміңді кимегенсің, мен саған киініп дайын болып кел деген едім ғой, мынау не шашың алба-жұлба деп дұрыстай бергенде, оны көріп Ингүл құшақтап алып: ата-анамыз қайда деп сұрайды. Сол сәтте сыртта көлік келіп, көліктің ішінен Чонаның әдемі киініп түсіп келе жатқанын көрсетеді. Оған ымтылмен көмекші: қалай, бәрі жақсы ма, жақсы жетіп келдіңіз ба дейді. Сіздің арқаңызда бәрі жақсы деп екеуі бір-бірімен ымтылмен сөйлескенін көрсетеді. Осы уақыт аралығында Ингүл телефоннан, интернеттен анасының жағдайы қалай екенін және кім екенін, қазіргі атақты адам екенін көріп біліп алады. Осылайша анасын көріп құшақтап: жақсы жұмыс атқардың дейді. Бәрекелді Чона, мен сенімен мақтанамын дейді. Өтірік, мені құшақтап жақсы бала болмай-ақ қой, мен бәрібір сенің әкеңмен келіспеймін дейді. Сол кезде жігіт түсінбейді. Сол кезде анасы айтады: мен саған топта қалуыңа рұқсат етемін, егер де сен университетке баратын болсаң дейді. Егер де бағаң төмендеп кетіп сабақ оқымайтын болсаң, қандай әлемдік турнирларға бармайсың, концерт қоймайсың дейді. Сосын ағасы айтады: мында қараңдар, фотоға түсіріп жатыр деп. Анасы айтады: барыңдар өз орындарына, тек күлімдеп жүріңдер дейді. Сол сәтте әкесінің бұрынғы достары келіп: қалайсың Чона деп сұрап жатады. Оларды танымай қалған Ингүл ағасынан: бұл кімдер деп сұрайды. Сол кезде ағасы айтады: бұл әкеміздің достары ғой дейді. Мектеп кезіндегі топта болған, бірге ойнаған жігіттер ғой дейді. Сонда ғана Ингүл түсініп, оларға басқаша көзбен қарайды. Осылайша бәрінің залда жиналып отырғанын көрсетеді. Сосын Ингүл сұрайды: әкеміз қашан келеді, ол қайда дейді. Сол кезде ағасы: тыныш дейді. Сол сәтте жарық жанып, жаңағы сахнаға әкесі шығады. Сол кезде Ингүл түсінеді, әкесінің сөзінде тұрып, жаңағы универ оқып, жоғары білім алғандығы және де өз күшімен көтерілгендігі жайында, және де әкесінің қазіргі түрін көріп қуанып қалады. Сосын әкесі сөйлейді: менің арманым әлемді жаулап және де бір сұлудың жүрегін жаулап алу еді дейді. Бірақ бір арманымнан бас тартуыма тура келді, себебі бір жағдайға байланысты мен құлағым естітпейтін, сөйлей алмайтын болып қалдым дейді.
Мен сөйлеу және естүүден айырылғандықтан өзіме жыным келетін еді, және де қорқынышты болды. Мен бәрінен түңіп кеткендей болдым дейді. Бірақ мен жай ғана берілуден бас тарттым дейді. Себебі мен осы жағдай болғанға дейін естетін едім, құлағым бәрі естіп сөйлейтін едім. Және де мен әр дыбысты қалай айтылатынын есіме сақтаған едім. Сондықтан мен берілмей әрі қарай оқыдым, алға ұмтылдым дейді. 18 жыл естіп, 18 жыл естпей өмір сүргеннен кейін мен әлемде жоқ бір дыбысты ойлап табатындай шешім қабылдадым. Және де мен өзімнің тағы бір арманыма қол жеткіздім. Яғни ол сол сұлудың жүрегін жаулап алу. Ойымша осы мен жаратқан дыбыс, яғни осы гитараның түрі, осы барлық әлемге танымал болатынына сенімдімін дейді. Залда отырғандардың бәрі қол шапалақтай бастайды. Сол сәтте Личан қолына гитараны алып, қандай да бір музыка ойнай бастайды. Оны көріп бәрі таңқалады. Барлығы қол шапалақтап енді бастаған сәтте гитарадан ойнауды тоқтатып қалады. Себебі ол айтады, әрі қарай мен білмеймін, есімде жоқ дейді. Содан бәрі күліп жібереді. Сол кезде Личан айтады, сіздердің түрлеріңізге қарап, менің ойымша мен жақсы ойнадым гитарада дейді. Иә, дәл солай деп бәрі қол шапалақтап оған қолдау көрсетеді. Онда мен сахнаны босатайын, рахмет сіздерге дейді. Ол сондай артист қой деп біреу сөйлеп қалады. Сонда Үнгүл түсінбей артқа қарап, Маджо, бұл сенсің ба дейді. Сен не президентке өз атымен айтатын болғансың ба? Құрмет қайда дейді. Сонда Үнгүл есін жиып кешірім сұрайды. Сен бұл жерде не істеп отырсың? Сен дайындалу керек емессің ба? Қазір ән айтасың ғой. Сен ойлама, сен менің досымның баласы болғандықтан жаным ашып сені қолдайды деп ойлама дейді. Бәрі түсінікті деп Үнгүл кетіп қалады. Шығып келе жатып қасынан Личанның шыққанын көрсетеді. Ол айтады, мен саған айтқан ем ғой, мен оңайлықпен берілмеймін. Менің қолымнан бәрі келеді. Сол үшін де мен саған айтқан едім, жүзіңдегі мұң кеткен сәтте сен маған қайта орал деп дейді. Қалай ойлайсың, менімен көрісуге дайынсың ба дейді. Сол кезде Үнгүл жымиып иә деп басын меңзейді. Личан да оған күліп қарайды. Содан ол әкесіне айналып, ұлым, қалай ойлайсың, мен жақсы сахнада көрсеттім ба өнерді дейді. Сол кезде Үнгүл барып құшақтап алады. Уәдеңде тұрғаның үшін рахмет дейді Үнгүл. Әкесі түсінбей қараған кезде Үнгүл айтады, енді менің кезегім жарқырау дейді. Рахмет саған деп кетіп қалады. Содан әкесі күліп қалып, қарағанда жердегі кассетаны тауып алады. Содан бұл өзінің жазған кассетасы екенін түсініп қарап қалады. Осылайша топтың ән айтуы басталған көрсетеді. Сол концертте достар айтады, қалай ойлайсың, біз олардан күшті айттық қой кезінде дейді. Иә, біз олардан әдемі көрінетін едік, біз күшті едік дейді. Сонда бір дос айтады, өздерің алдамаңдаршы дейді. Айтқандай, Үнгүл біреуге ұқсайтын сияқты, мен оны баяғыда бір жерден көрген сияқтымын, қалай ойлайсыңдар дейді. Әрінің айтып отқан әндерде маған таныс сияқты, бір жерден естіген сияқтымын дейді. Ал әкесі болса Үнгүлға жымиып қарап отырады, себебі ол түсінген еді. Осылайша бірінші ән аяқталып, екінші ән басталайын деп жатқан сәтте Үнгүл Оньонды көріп қалады. Ал ол болса залдан кетіп бара жатқан еді. Оны байқаған Үнгүл бәрін тастап артынан жүгіріп кетеді. Содан оның артынан қуып шығады. Содан қыздың артынан жүгіріп шығып кетеді. Қызды іздеп табылмай тұрған кезде Үнгүл деп біреу айтады. Ол артына қараса, қыз тұрған болады. Содан ол қыздың қасына жүгіріп барады. Қыз болса, 28 жыл өтіп кетті ма арадан деп күледі. Ал ол болса, мен ойладым, кері қайта алмай сол жерде қалып қойды деп ойладым дейді. Дұрыс айтасың, сол жерде қалып қалмай сәл-ақ қалды дейді. Сен неге келіп қайтып қашып кетіп бара жатсың дейді. Қыз айтады, мен ешқайда қашқан жоқпын, жай ғана сенің көзіңе түсейін деп осындай әрекет жасадым дейді. Сен тек менікі болғаныңды қаладың да осындай әрекет жасадың дейді. Сол кезде жігіт қыздың ернінен сүйіп алады. Содан қыздың қасына бір кісі келіп көмектесіп апарып тастағанын көрсетеді. Ол жаңағы дүкенді тауып келеді. Содан дүкен сатушы айтады, сен келдің бе дейді. Қыз айтады, иә, мен уақытында келдім, мына суды ішуіме бола ма, шайды дейді. Иә дейді. Сосын жаңағы кісі айтады, сен өзіңе қол жұмсау ойыннан бас тартқан сияқтысың дейді. Иә, бірақ бұл сіздің арқаңызда емес, сондықтан мәз болмаңыз дейді. Маған менің виолончелімді қайтарып беріңізші дейді қыз. Қайда асығасың, отырып сөйлесейік дейді. Сол кезде қыз айтады, жоқ, мен асығып тұрмын, анамнан бірдеңе сұрағым келіп жатыр, және де әкемнен де сұрайтын затым көп дейді. Сонымен қатар біреумен кездесемін деп уәде беріп қойдым дейді. Сіз маған қайтармайсыз ба, уақыт кетіп жатыр дейді. Содан қызға виолончелін қайтарып береді, ал қыз болса оны құшақтап, мені саяхатқа жібергеніңіз үшін рахмет, сізге үлкен ата дейді. Сен маған доллармен бердің ақшаны, және де анаммен кездесуге мүмкіндік бердің дейді. Деген достар арттыруыма көмектестің, осы үшін көп рахмет саған дейді. Мен анама қамқор боламын, сондықтан уайымдама, бәрі жақсы дейді. Ал мен кетейін, онда жақсы өмір сүремін деп уәде беремін дейді. Сен мен танысқаныма қуаныштымын, сау бол дейді. Содан есіктен күлімдеп шығып кеткен сәтін көрсетеді. Viva la vida, өмірдің өзі қолдасын. Осымен
Дарама аяқталды. Барлықтарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.